Жер кодексінде ойылып тұрып жазылған норма орындалудан қалды. Құжаттың 50-ші бабында әр қазақстандық 10 жүздік, яғни ұзындығы 50, ені 20 метрлік жерді тұрғын үй салу үшін тегін ала алады деп жазылған. Алайда республика бойынша кезекте тұрған 1,5 миллионнан астам адамның бір жылда тек 7-8 мың ғана мұндай мүмкіндікке ие болады екен. Ал Нұр-Сұлтанда 14 жылдан бері жер мүлдем берілмепті. Бірақ өтінім қабылдау әлі күнге дейін тоқтатылмаған. 2014 жылы өзінің заңды құқығын пайдаланып үй алсам деген ниетпен Талғатта кезекке тұрған. Содан бері 7 жыл өтіпті. 30 жасқа толғанда кезегі қаншаға жылжығанын білейін деп уәкілетті органға хабарласса, тізімде 99 мыңыншы болып тұр екен. Я так подумал. Ойлап қарасам, егер жылына 1000 адамға жер берілсе, 100 жылдан кейін мен де алады екем. Әкімдікке хабарласып, жылына қанша адамның жер алып жатқанын білейін десем, 2007 жылдан бері заң нормасы елордада жүзеге асырылмай отырғанын айтты. Яғни 14 жыл бойы бірде-бір адам жер телімін алмаған. Бұл заң орындалмай отыр деген сөз ғой. Бірақ әкімдік өтінім қабылдауды тоқтатпаған, өйткені ол үшін заң нормаларына өзгеріс енгізу керек екен. Оны өзгертуге әзірге ешкім құлықсыз. Ал Нұр-Сұлтанда дәл қазір 124 мың адам кезекте тұрған көрінеді. Соңғы рет 2007 жылы 1200 адамға жер телімі берілген. Жер телімдерін беру үшін инженерлік желілер өткізілген үлкен аумақ болу қажет. Сондықтан ол қазір мүмкіндік жоқ болып тұрда. 2007 жылдан бастап мұндай аумақтар болмағандықтан жеке тұрғын үй құрылысы үшін жер учаскелерін беру жүргізілмейді және жақын арада жоспарланып отырған жоқ. Ал мәжіліс депутаты Айқын Қоңыров мәселе жердің жетіспеушілігінде емес дейді, мәселе жауапты органның жоқтығында. Бірақ депутат 10 жүздік жердің берілмей жатқанын біле тұра, үкімет басшысына әр қазақстандыққа 20 жүздік жерді тарату керек деген ұсыныс айтып сауал хат жолдады. Дело не в нехватке инфраструктуры или земель. Просто сам подход был таков, что инициатива не имела под собой обоснованных расчетов и являлась, по сути, второстепенной. Никто за ее реализацию не отвечает. Ал заңгер Бақытжан Базарбек жер кодексінің 50-ші бабына өзгеріс енгізіп, өтінім қабылдауды уақытша тоқтата тұру керек деген ұсыныс айтқан болатын. Өйткені кей аймақтарда кезекте тұрған адамдар тегін жер телімін алуға үлгермей көз жұмады. Маманның айтуынша 20 жылда республика бойынша 100 мың жер телімі таратылуы мүмкін. Ал кезектегі қалған миллиондар әлі біраз жылдар бойы армандаған бір телімге қол жеткізе алмасы анық. Гүлназ Сайлауқызы, Нұркен Тоқмурзин, Информбюро, Нұр-Сұлтан. Елімізде болып жатқан ең өзекті, өткір, шынайы ақпараттарды елден бұрын білгіңіз келсе, Информбюроның YouTube арнасына жазылыңыздар. Жазылып қана қоймай, ұнату батырмасын басып пікір қалдырыңыздар. Сөздің шыны керектің барлық шығарылымы да осы жерде болады. Информбюро, ақиқатын айтайық.